Сәлеметсіздер ме оқырман қауым, көзі қарақты оқырмандар. Өткен санда сіздерге поэзия жайлы айтып беретін болсам, бүгін сіздерге жаңадан біздің кітапханамызға келіп түскен прозалық шығармалар жайлы айтып беретін боламын. Дина Әбішеваның «Қайсар қыз» кітабы. Бұл повестер мен хикаяттардан, әңгімелерден тұрады. Бұнда негізінен ауылдағы ананың тауқыметті тағдыры, сонымен қатар ауылдастардың қиын тағдыры осы кітапта сөз болады. Бұл кітап жалпы оқырман қауымға арналған. Тұрсынай Рыскелдиевтің «Өсиет» атты кітабы. Бұл кітап балаларға арналып жазылған. Екі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімінде әңгімелер мен хикаяттар болса, екінші бөлімінде балаларға арналған ертегілер, аңыздар бейнеленген. Бұл жалпы балалармен қатар көпшілік оқырмандардың жаңағы назарына ұсынылған. Мұхтар Анарбектің «Періште махаббат» деп аталатын повестер мен әңгімелер жинағы. Бұнда жалпы адал махаббат, достық, татулық жайлы суреттеледі. Бұл көркем тілмен жазылған шығарма болғандықтан көпшіліктің назарына ұсынылады. Жанар Әбдішеваның «Дүние бекет адам керуен» деп аталатын кітабы. Бұл кітапта жалпы заманауи өмірін суреттейді. Замандастарымыздың алуан түрлі жағдайлары, мәселелері осы кітапқа енгізілген. Халықаралық Алаш сыйлығының иегері, Қазақстанның халық жазушысы, ақын Сәуле Досжанның «Тағдырлар тоғысында» деп аталатын кітаптар жинағы. Бұнда жалпы адамның рухани сана сезімі жайлы жазылған. Бұл жалпы оқырмандарға ұнайды деген ойдамыз. Мұхтар Қазыбектің «Ғалам таныған тұлға» атты жаңа кітабы. Бұл кітапта атақты мемлекет қайраткері, жазушы, суретші, атақты ғұлама ғалым, біздің тарихымыздың атасы Мұхаммед Хайдар Дулатидің өмірі, шығармашылығы жайлы жазылады. Ұлы тұлғаның Үндістан жерінде өткен халықаралық жаңағы іс-шара жайлы осы кітапта жалпы мәлімет беріледі. Әмина Құрманғалиқызының «Әулет пен нәубет» деп аталатын кітабы. Бұл кітапта жалпы бір әулеттің нәубетті жылдардағы қиын жағдайы, сонымен қатар жалпы біздің қазақ ұлтының ашаршылық, зұлмат жылдарындағы қиын қыстау кезеңде сүрген жаңағы өмірі, жағдайлары жайлы жазылған. Бұл кітап жалпы оқырман қауымына оқуға қызықты, тілі көркем. Ербол Тілешевтің «Сөз және дәуір» атты кітабы. Бұл кітапта біздің жазушымыз, ақынымыз Мағжан Жұмабаевтың жаңағы шынайы өмірі жайлы, олардың шығармалары, реалистік шығармалар жанры жайлы айтылады. Бұл кітап жалпы оқырман қауымға арналған. Келіп біздің кітапханадан тауып оқуға болады.